Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да мен мини фермер Астана. Бүгін майдың 11-і. Біздегі жаңалықтар. Мынау біздің инкубатордан шыққан балапандар. Екінші шығарған балапандарым 2 айға жақындады. Өсу процесі жақсы. 2 ай бола қойған жоқ, бірақ где-то 1,5 айдай болды ғой деймін. 1,5 айдай болды. Балапандары уже өсіп қалды. Қораз мекендерінің бәрі уже сразу көрініп тұр. Бұларға мен стартпен бидайды араластырып беріп отырмын қазір. Осындай қонақ істеп қойдым. Осының үстінде отырады, жартысы. Бірақ көбісі жерде отыр, әлі үйренген жоқ. Мына жерге алдында видеода айтқан стяжка құямын деп, стяжкасын бәрін құйып қойдым. Мына жерде кішкентай қалған тұғын. Бүгін соны құйдым. Бетін осындай ағашпен тастай саған. Чтоб бүлдіріп тастамағандай бетін. Ертеңнен бастап алып тастаймын. Бізде осындай екі ортасын бөліп, мына жаққа шапталық балапандарды салып қойдым. Өйткені брудердің ішіне сыймай қалды олар. Өсіп кетті. Бұлар әлі қонақтауды білмейді, сондықтан пока осылай жерде жатыр. Мына жер стяжка кепкен, бірақ ертең опилка төсеу керек көп тұрасына. Жемді осылай тауысып қойып жатыр балапандар. Үйренді, жем жеп. Осындай қолдан істеген кормушка, қолдан істеген поилка, су беретін. Жалпы осындай стенаның бәріне клей жағып, ішін бәрін ақтайтын болам. Алдағы уақытта. Оған уақыт болып жатқан жоқ, қол тимей жүр. Бүгін кішкене босап, іштегі брудерде тұрған балапандарды шығардым осы жаққа осындай. Арасын бөліп. Бізде мен видеоны көріп жүргендер біледі. Мына жақта тауық қора бар тұғын. Основной тауық қора. Соның ішіне де бүгін стяжка құйдым. Сол себептен тауықтардың бәрі коридорда жатыр. Соны ашып қараймын қазір. Ашып қараймын. Іші кішкене кепкен болса, аузын ашып қоямын, өйткені таңертең жұмыртқа туады ғой бұлар. Так. Міне мына жердегі балапандар тұратын брудер бәрін шығарып, полный стяжка құйдым. Әлі кеппепті, әлі жұмсақ. Мынандай стенаны тестім жоғардан, төменнен. Кішкене ауа айналдыру үшін ішінде. Кәдімгідей сквозняк болып тұршы. В общем, таңға таяу ертерек тұрып ашатын сияқтымын ғой есікті, өйткені қазір ашып тастасам бетін басып тастайды стяжканың. Бізде күн жылыды, сондықтан стяжка тез кеуіп қалып жатыр. Стяжкамен проблема жоқ. Так. Ауызын жаба салайық.
Ал бізде тауықтар. Ұйқыларын бұзып жібердім бұлардың. Тауық қораның ішіндегі жағдай. Бізде мына жерде деген осындай бардак болып отыр. Айтпақшы, мынау сыртын өзіммен қаптадым ғой, соны краскіледім. В общем, күндіз кейіндеу саламын. Мына жерде осы тауық қораға алып келген специально алған заттарым, рюкзактар, USB листтер біраз артылып қалды. Оларды да кейіндеу бір пайдаға жаратарым. Опа, мұнда есігін жабуды ұмытып кетіппін ғой мен. Хорошо, что келдім мен. Түнде ашық қалып, ішінде ит бір нәрсе кірсе, мынаны бәрін жеп қояды ғой. Так, мұндағы балапандардың бәрі өсті. Ең бірінші шыққан тауықтың астынан шыққан балапандар мынау. Ана жақта инкубатордан пробный шығарған балапандарым бәрі аман есен. Жағдайлары жақсы. Уже мына қораз, балапан қораздар айқайлап бастады, шақырып. Қызық болады екен өзі шақырып. Бұрын көрмеген ғой мен ондай, білмеймін. Сондықтан шақырғандар кішкене қызық. Бір күн түсіріп алармын оны видеоға. Жалпы осындай бізде. Так, мына жақтың светін өшіруді ұмытып кеттім. Қазір өшіреміз барып. Сонымен біздегі жалпы жаңалық осы. Мұнда бардак деген ертең күндіз ала жасап бәрін жинау керек. Так, балапандарды светін өшірдім. И бізде бүгін инкубатордан балапандар шықты. Тағы бір санаған жоқпын нақты қанша екен. 50 штуктай шықты. Тағы видеосын салатын боламын кейінде. Бұл жолы бізде брамалар көп шықты. Браманың жұмыртқасын алған. Жалпы біздегі жаңалық осы. Басқа қызық жоқ, жаңалық жоқ. Ақырындап көбейіп жатырмыз. Скоро мына қораға да симай қалайын деп тұр, балапандар бар. Тауықтар бар. Көреміз дальше. Қалай болады, не болады, не істеймін, не салам. Айтпақшы, бүгін шығарып тастаған брудерлар ғой. Ішінің бәрі осындай. Айдап болып отыр, кетсін деп әдейі шығарып қойған далаға. Ертең тазалап, ішінің бәрін ақтап, инкубатордан шыққан балапандарға дайындаймын. Жалпы осы біздегі жаңалық, басқа жаңалық жоқ. Так, не айтам дедім. Басқа айтарым жоқ. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Видеоны сау лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.